Арақ-шарап сатылмайтын елді мекен Түркістан облысында алкогольді ішімдікті татып алмайтын ауыл бар. Алмалы деп аталатын ауылдың тұрғындары ащы судан мүлдем бас тартқан. Есесіне ұрлықта төбелесте жоқ дейді өздері. Толығырақ әріптесім сабақтасын. Алмалы ауылы Жетісайдан 30 шақырым қашықтықта жатыр. 200-ге жуық отбасы тіршілігін жасап жүр. Қайсы бірін әңгімеге тартсаңыз да спиртті ішімдіктің атын атамауды сұрайды. Мынау қылмыстан содан шығады. Ішкелік болған жерден ажырасуы бар, авариясы бар, әйтеуір көп қойған ішкеннен кейін. Соны осы елге айтып тоқтатайық осыны. Жастарымыз бағыты дұрыс болсын, жақсы тәрбие берейік деген мақсатта осы ішкелікті ауылға айтып, мынау сататын дүкеншілерге айтып әйтеуір тоқтады. Ауылда 4 дүкен бар, барлығында арақ-шарап сатылмайды. Бұл алмалылықтардың соңғы 10 жылда жеткен жетістіктері. Алмалыда әкім бар, бірақ елді мекенді әкім емес, осында туып өскен ақсақалдар басқарады екен. Аға буын өкілдерінің пәтуасынсыз ештеңе шешілмейді дейді жергілікті билік. Сол үшін қазыналы қариялардың бастамасын әкімде қолдап отырады. Татулығы жарасқан, иманды ауыл десек те болады, осы Алмалы елді мекені. Бұл Алмалы елді мекенінде қазір 169 отбасы тұрады, яғни 1200-дей халық тұрады. Ауылда арақ сатылмағаны өз алдына, оны ішпейді екен де тұрғындар. Егерде кім үйіне жасырын әкеп ішетін болса, Рамазан айындағы ауызашарға ешбір қария оның отбасына бас сұқпайтын көрінеді. Бірлігі мен берекесі жарасқан ауылға көрші елді мекендерде қызығып отыр. Оларда осында үлгіден өнеге алып іске асырғысы келеді. Бақнар Ісімбет, Нұржан Сейдазимов, ақпарат Жетісай ауданынан.